Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тойымды тіскебастардың рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі деген керемет болып шығады. Сондықтан видеоны толықтай қараңыздар. Маған лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті ең алдымен заттар, яғни бұл жерде дүкеннің наны, тушенка, яғни бұқтырылған ет, сыр және де қызанақ қажет болады. Грамдарын описание бөлімінде жазып кететін боламын. Осылай нанымызды 2 бөлікке бөлеміз теңдей етіп. Онан соң оның осылай жұмсақ бөлігінен ажыратамыз. Яғни осылай 4 бұрышты етіп кесіп алу қажет болады. Өте оңай алынады. Мінекей, бірінші бөлігі дайын. Енді екінші бөлігінде дәл осылай тағы да қайталап жасап шығатын боламыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша басқа да нан түрлерін пайдалансаңыздар болады. Батон нан секілді, қара нанды болсын. Онан соң үстінен 1,5 шай қасық көлеміндегі кетчупты саламыз. Және де 1,5 шай қасық көлеміндегі майонезді де салатын боламыз. Оларды жақсылап, жұқалап, жайып шығамыз, яғни жағамыз барлық бөлігіне жеткізіп. Мінекей, екеуіне де жағып шықтым. Енді оны осылай пергамент қағазы төселген противенімізге саламыз. Қызанағымызды видеода көрсетілгендей жұқалап, турап шығамыз. Дөңгелек формада. Артық жерлерін алып тастаймыз. Неге дайын, енді сырымызды үкіштен өткізіп алатын боламыз. Сыр барынша жақсы еритін, сапалы түрін пайдаланыңыздар. Сол кезде өте дәмді болып шығатын болады. Түрі де әдемі болып тұрады. Неге сырымды өткізіп болдым. Енді осы ыдысымызға шамалы сыр саламыз. Бұл міндетті емес бұл кезеңдегі. Онан соң осы тушенка, яғни бұқтырылған етімізді саламыз. Сіздерде піскен ет болса, бешбармақтан қалған еттер болатын болса, соны да салсаңыздар өте керемет, дәмді болып шығады. Бұл әрі сочность береді, яғни осында кішкене майлы бөлігінде салып жібердім тушенканың. Сол кезде бір сөлін бөліп өте күшті болып шығады. Енді үстінен помидорларымызды, яғни қызанағымызды салып шығатын боламыз әдемілеп. 3 данасы жарады бір бөлігіне. Енді онан соң осы қалған сырымызды молынан себіп шығатын боламыз. Өте күшті болып шығады. Мінекей, енді толықтай дайын духовкаға 180 градуста қызып тұрған пешке 5 минутқа салып алатын боламыз. Сырттары қытырлап, сыры еріп шығуы қажет. Ішіндегі ингредиенттердің барлығы толықтай піскен зат болғандықтан тек 5 минутқа салсаңыз жарайды. Мінекей, күшті болып еріп, әдемі болып дайын тұр. Енді оны кесіп те көрсетейін. Неге кескен кезінде сырты қытырлап тұрады, ал іші жұмсақ болып тұрады, күшті болып. Бұл тіскебастар менің жолдасыма өте қатты ұнады, өйткені көп уақытты алмайды, тез дайын болады және де тойымды болып шығады. Сондықтан осы рецептпен жасап көріңіздер. Келесте қандай видео рецепттерді менің каналымнан күтесіздер. Соны да жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде ол видео рецепттерді түсіруге тырысамын. Өте керемет рецепттермен бөлісуге дайынмын. Сіздермен бірге болған Маратова Индира. Ас болсын.